Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Старик с пистолетом фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, сіздерден бір өтініш, менің видеомды 96% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып қойыңыз. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесіңіз. Ал енді көп созбай киномызға кірісейік. 26 маусым 1981 жыл. Банкті тонап бір машина жүріп бара жатыр. Ал машинаны жүргізіп келе жатқан 78 жастағы Форест Тайкер. Көлікке рация қондырылған. Рацияның частотасы полицейскелердікімен бірдей, яғни полицейскелердің әңгімесін тыңдай алады. Соның арқасында полицейлердің өзінің көлігін іздестіріп жүргенін біліп қояды. Осыдан кейін өзінің көлігін тастап, көк түсті көлікке мініп, сонымен ары қарай жолын жалғастырады. Жолда келе жатып, бұзылған пикап автокөлігін көреді, және Форест оған көмектесейін деп тоқтайды. Және қастарынан дабыл белгісін қосқан көптеген полиция көліктері жүріп өтеді. Әйел адам Форесттен машинаға не болған сұрайды. Сонда Форест көлікті жөндеуді мүлдем білмейтінін айтады. Сосын Форест әйелді өзімен бірге алып кетеді. Әйел адам жолда күйеуінің қайтыс болғанын айтады. Форест әйелді алдап, мен сауда-саттықпен айналысамын, және менің есімім Боб деп айтады. Жолда олар асханаға соғады, және асханада Форест өзінің шындығын айтып береді. Яғни ешқандай сауда-саттықпен айналыспайтынын және банктерді тонаумен айналысатынын айтады. Бірақ Джоэл Форестке сенбейді. Сонда да Форест Такер өзінің банкты қалай тонайтынын өтір нүктесіне дейін айтып береді. Осындай ұзақ әңгімеден кейін Форест Джоэлға мен сені алдадым деп жымияды. Көрші қалада кезекті банк тонауынан кейін детективтер куәгерлерді тергеп жатыр. Сонда куәгерлер банк тонаушы адам бірдеңе шегіп алғандай қолдары дірілдеп тұрды деп айтады. Детектив Джонның туған күні екен. Оны үйіндегілер сыйлық жасап күтіп алды. Джон өзінің балаларымен банкке келеді. Және дәл осы банкке Форест Такер өзінің сыбайластарымен кіріп келеді. Басқарушы адамға шал қаруын көрсетеді. Сосын олар офиске келеді. Джон кезекте тұрған уақытта басқарушы адам бүткіл ақшаны қолма-қол жинап, Форестке дайындайды және кассадегі әйелге дабыл белгісін бас дейді. Бірақ та Форест құлаққаптың арқасында дабыл белгісінің басылғанын біледі. Джон өзінің баласымен сөйлесіп отырғанда Форест ақшаны алып жаймен шығып кетеді. Осыдан кейін басқарушыны тергейді, ал басқарушы тонаған адам тек сыпайы болды дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Детектив Джон тоналған банкты зерттей келе, осыған ұқсас 90 банк тонауы болғанын анықтайды. Бірақ бірде-бір штатта тергеу жұмысын нақтылап ашып көрсетпеген. Джон үйіне барып картадан қай банктердің тоналғанын белгілеп отырады. Осы арқылы келесі қандай банкты тонау мүмкін екенін анықтайды. Банкке қарсы тұрған ғимараттың үстіне шығып Форест өзінің сыбайластарымен банкке келген инкассатор машинасын қарап отыр. Сосын банктың ішіне кіріп, ол жерді де зерттеп алады. Форест кешкі жаңалықтарды қарап отырса, детектив Джон сөйлеп жатыр екен. Ол сөзінде банк тонаушылардың ізіне түстік және олардың жастары 70-тен жоғары екенін анықтап отырмыз дейді. Ертесінде Джон банктың тоналғаны туралы хабар алады. Джонның кешегі сөздерінен кейін шалдар ақшаға Джонды мазақ қылған секілді хабар қалдырып кетеді. Камераға түскен бейнені қарап отырғанда қылмыскердің күліп тұрғанын байқап, Джон таңғалады. Банкке ФБР агенттер кіріп келеді және бұл тергеу бюроға өтті дейді. Уақыт өткен сайын Форест Джоэлмен кездесіп жүр. Джоэл Форестке қатты ұнайды. Сол себепті ол банкке барып, Джоэлдің үйге деп төлеп отырған кредитін жапқысы келді. Бірақ банк қызметкері бұл істі әйелдің қатысуынсыз жасау мүмкін емес дейді. Детектив Джон Калифорнияға келіп Форесттің қызымен сөйлеседі. Сауда орталығында қыдырып жүріп Джоэлға әшекей тақып көреді. Сатушы басқа жаққа кеткенде Форест дереу Джоэлді қолынан ұстап сыртқа алып шығады. Сонда Джоэл Форестке бұл ісіміз дұрыс емес, ішке кіріп білезіктің ақшасын төлейік дейді. Детектив Джон Форесттің адвокатымен кездеседі. Сөйтсе Форестті осыған дейін 15 рет түрмеге жапқан екен. Бірақ барлығында да Форест қашып кеткен. Детектив Джонға Форесттің адвокаты туралы және оның қашып кеткендігі туралы қыз айтып берген еді. Адвокаттың айтуы бойынша Форест жай адамдар сияқты өмір сүргісі келмеді және жұмыс істегісі келмегендіктен жұмысқа да тұрмаған дейді. Джон үйіне келген соң әйелімен барға барады. Дәл осы уақытта барда Форест пен Джоэл отыр еді. Форест детективті танып қойып, Джоэлға бардан шығып кетейік дейді. Бірақ Джонның дәретханаға кіргенін көріп, ізінен барады. Екеуі шамалы сөйлесіп қалады. Осы кезде Джон Форестті өзінің шын атымен атайды. Форест Джоэлді үйіне келген соң өзінің сыбайластарына қарай жүреді.
Осы кезде оны полицейлер қуа жөнеледі. Сосын Форест машинаға мініп газды барынша басады. Полицейлерден алыстаған кезде жолда бір көлік айдап келе жатқан қызды тоқтатады және оған пистолетпен қорқытып, баласы екеуін жолда тастап, машинасын айдап кетеді. Сосын Джоэлға келіп, есікті қағайын деп тұрғанда, әйелді лас тірлігіме араластырмайын деп жылқысын алып кетіп қалады. Сосын өз еркімен полицияға беріледі. Форестті алған жарақатына байланысты ауруханаға келді. Осы кезде шалға Джон келеді және қолында Форесттің Джонға арнап мазақтап жазған хаты бар екен. Түрмеде Форестті көруге Джоэл келеді. Джоэл осыған дейін Форесттің шын есімін білмейді екен. Сонда Форест өзінің қалтасынан осыған дейінгі банкті қалай тонаған жайында қағазды көрсетеді. Сонда Джоэл Форестке ең болмаса осы жолы түрмеден қашып кетпей, соңына дейін отырып шық дейді. Біраз уақыттан соң Форестті түрмеден босатады және оны Джоэл күтіп алады. Және үйіне келіп, осында өмір сүрсең болады дейді. Форест ішіп-пысып осында азғантай өмір сүреді. Сосын қалаға шығады. Осында Джонға хабарласады. Ал сосын банкке барады. Сол күні Форест бір күнде 4 банкты тонайды. Осы жағдайдан кейін оны тағы да ұстап алады. Осымен біздің киномыз аяқталады. Достар, сіздерден өтініш, егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Басқа да видеоларымды қарауға кеңес беремін. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.